Қайырлы күн, балалар. Бүгінгі математика сабағымыз 11-ден 20-ға дейінгі сандар деп аталады. Бүгін сен 20-ға дейінгі сандарды санауды, сол сандарды салыстыруды білетін боласың. Бірінші тапсырмаға назар аударайық. Бір таңбалы сандарды атап көр. Екі таңбалы сандарды атай аласың ба? Енді есіңде сақта. Бір таңбалы сан әрқашан екі таңбалы саннан кем болады. Ал екі таңбалы сандарды салыстырғанда алдымен ондықтарына қараймыз. Егер ондықтар тең болса, онда бірліктерін салыстыратын боламыз. Осы ережені мұқият жаттап ал. Екінші тапсырмада суретке мұқият қараймыз. Балалардың қолындағы кәрзеңкеге қараймыз. Әлия қандай саңырауқұлақтар терді деп ойлайсың? Ал Сырым қандай саңырауқұлақтар терді? Сен оны қайдан біліп тұрсың? Өте дұрыс айтасың. Әлия бір таңбалы сандар, ал Сырым екі таңбалы саңырауқұлақтарды терген екен. Ал сен тағы да мына жерде жазылмаған бір таңбалы, екі таңбалы сандарды айта аласың ба? Оларды да жазсаң, айтсаң болады. Төртінші есепке назар аударайық. Сырым 6 йогурт, Әлия 4 йогурт сатып алды. Олар барлығы неше йогурт сатып алды? Есептің қысқаша шартын құрамыз. Сырым 6, Әлия 4, екеуінікін қосса қанша болатынын бізден сұрап тұр. Біз барлығын табу үшін 6 мен 4-ті қосамыз. Сосын жауабын жазамыз. Жауабын жазғанда толық жазатын боламыз мәліметті. Енді кересеп құрастырайық. Кересеп құрастырғанда бізде бөліктер белгілі, бүтінді сұраған еді. Біз енді бүтінді белгілі қылып, бөліктердің біреуін сұраққа айналдырамыз. Кересеп құрастырайық. Сырым белгісіз, Әлия 4, барлығы 10 деген кересеп құрастырамыз да. Енді бүтін белгілі болып, бөліктер белгісіз болғанда не істейтінімізді еске түсірейік. Әрине, бүтіннен белгілі бөлікті азайтамыз. Сосын жауабын толық жазатын боламыз. Бесінші тапсырмадағы суретке мұқият қараймыз. Бірінші болып озып келе жатқан баланың жейдесінде қандай сан жазылған? Ал екінші келе жатқан спортшының жейдесінде қандай сан жазылып тұр? Соңғы келе жатқан баланың жейдесіне қарайық. Оның жейдесіне қандай сан жазылып тұр? Өте жақсы. Сергіту сәтін жасап, дәптермен жұмыс бастайық. Бос орындарға тиісті сандарды қоямыз. 4 пен 6-ның арасында қандай сан болу керек? 7 мен 9-ның арасында қандай сан болу керек? 15, 16 келесі сан қандай сан болуы мүмкін? 15-тің екі жағында қандай сандар? 15-тің алдында қандай сан? 15-тен кейін қандай сан тұратынын сен жақсы білесің. Сол сандарды жазсаң болады. Сосын сандарды салыстырамыз. Бағанағы ережені еске түсіреміз. Егер екі таңбалы сандарды салыстырғанда алдымен ондықтарына қараймыз. Егер ондықтары тең болып тұрса, онда бірліктерін салыстырамыз. 19 пен 13-ке қараймыз. Ондықтары бірдей, демек бірліктерін салыстырамыз. 9 3-тен артық. Дәл осылай жалғастырамыз салыстыру жұмысын. Суретті санмен сызып қос. Мына суреттегі нүктелерді санап, сол шыққан санды жазылған санмен сәйкестендіреміз. Мен үшеуін көрсетіп қойдым, қалғанын сендер жасайсыңдар. Нүктелерді санап, санмен сызып қосыңдар. Ал енді өрнекпен санды салыстырғанда не істейміз? Алдымен өрнектің мәнін тауып аламыз. 7-ден 5-ті азайтамыз, шыққан санды 18-бен салыстырамыз. 12-ні 2 мен 2-ның қосындысымен салыстырамыз. 2-ге 2-ні қосқанда қандай сан шықты? Сол санды 12-мен салыстырамыз. Салыстыру таңбасын қоюды білеміз. Өте жақсы. Балалар, сонымен бүгін 11-ден 20-ға дейінгі сандарды
тура және кері санау және 11-ден 20-ға дейінгі сандарды оқу, жазу, салыстыру жұмыстарын жасадық. Сосын сол сандарды салыстыру жұмыстарын жасадық. Есеп шығардық, кері есептер құрастырдық. Сіздермен болған Гүлзина Жақсылық.